Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 7 түрлі дәм қажет болады. Біз осы бидай арпаға алдын ала қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып бұқтырып 2 сағат шамасында қойып қоятын боламыз. 2 сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Алдын ала сүрленген етті асып жатырмын, қайнатып жатырмын. Етімізді 2,5-3 сағатта қайнататын боламыз. Етіміздің көбігін аламыз. Етіміз пістау деген аралықта біз 7 түрлі дәмді салатын боламыз. Оның ішінде бидай, арпа, сары бұршақ, сары жүгері, қатық, айран, және де етімізді қосамыз, және де күрішімізді қосатын боламыз. Мінекей біздің бидайымыз, арпамыз, күрішіміз, сары бұршағымыз, қатығымыз, айранымыз және де сүрленген етімізді алып турап дайындап қойдық 7 түрлі дәмімізді. Енді біз сорпамызға барлығын салып қайнататын боламыз. Ең алдымен арпаны қосатын боламыз. Жаңағы бұқтырып алған арпа мен бидайымызды. Енді бидайымызды қосатын боламыз. Екеуін қосып, алдын ала 1 сағаттың шамасында қайнататын боламыз. 1 сағат қайнаған дегеннен кейін біз сары жүгерімізді салатын боламыз. Ол пістау деген уақытта 1 сағаттан кейін біз күрішімізді қосатын боламыз. 1/2 кесе күріш қостым. 15 минутта қайнатып, ең артынан дайын пісіп тұрған етімізді салатын боламыз. Тағы да 15 минут қайнатып аламыз. Біздің наурыз көжеміз дайын болды. Енді осы дайын болған наурыз көжемізді басқа табаға жартысын құйып алып, қатық айран қосатын боламыз. Қатығымызды алдын ала сорпаға есіп қоямын. Наурыз көжеміздің айран қосқаным видеоға түспей қалыпты. Осы жерде біз айран қосатын боламыз наурыз көжемізге. Қатығымыз кішкене аз болып қалды. Сондықтан қатық қосатын боламыз. Міне біздің наурыз көжеміз дайын. Сіздердің өңірлеріңізде наурыз көжені қалай дайындайды? Төменге жазып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақтың жаңа жылы құтты болсын. Ұлттық тағам жасауды сіздерге де ұсынамын.